Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін қамыры өте жұмсақ, өте дәмді ұйғырша самса дайындаймыз. Мінекейіңіздер, осындай болып шығады. Керек затымыз мына жерде ұнымызға суық холодильниктен тоңазытқыштан алып шыққан суық майымызды салып, пышақпен кесіп аламыз, ұсақтап, сосын қолмен еземіз. Мінекейіңіздер, енді қолмен езем. Бүкіл ұнды араластырып шығу керек осы маймен. Енді осы еленген маймен араласқан ұнымызға басқа заттарымызды, 2 жұмыртқамызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Қаймағымды мен шамамен алдым. Бәрін салмадым алдын ала. Өйткені ұнымыз су болып кетуі мүмкін, сондықтан қаймақты аз салдым. Мінекейіңіздер, қамырымыз дайын. Енді тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Менде мына жерде піскен етте блендермен езіп алдым. Картошка, пияз қостым. Салмамыз осындай піскен еттен болады. Мінекейіңіздер, дайын. Бұрыш, тұз қосып араластырып алдым. Енді міне қамырымыз дайын. Бір самсаның мөлшері шамамен 45 граммнан, 45-46 граммнан шықты. Менде 20 самса шықты. Дайындап көруге кеңес берем. Өте дәмді болады. Бәрін жеке-жеке дөңгелектеп өлшеп алдым да. Енді дайындауға кірісем. Дөңгелек жайып алам. Мен жұқа қып істедім. Қамырын жұқа қып жайдым. Үлкендеу болсын, салмасы көп болсын деп. Сондықтан сіздерге қалай кішкене қалыңдау қылсаңыздар болады. Мінекейіңіз, салмамызды салдық. Енді түйеміз. Шет-шеттерін қысып-қысып. Өте оңай, жұмсақ, қамырмен жұмыс деген керемет. Қамыр өткені өте жұмсақ, өте ыңғайлы. Мінекейіңіздер. Осылай шеттерін әдемілеп шығамыз. Осылай бүкіл қамырымызды дайындап шығамыз. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысымен 1 қасық сүт араластырып, бетіне жағып шықтым. Духовкамды алдын ала қыздырып қойдым. Енді бетіне күнжіт себем. Жартысына себем, жартысына сеппеймін. Өйткені бізде жемейтін адамдар бар күнжітті. Духовкаға 20-25 минутқа қойып қоямыз. Қарап отырасыздар, әркімнің духовкасы әртүрлі. Мінекейіңіздер, самсамыз дайын. Қазір қараңыздар, жұмсақтығы өте жұмсақтығы соншалық. Қазір қараңыз, міне, тесіп алдым, байқамай. Қазір тағы біреуін байқамай тесіп алам. Қараңыздар, әні. Өте жұмсақ қамыр. Бәріне ұнайды, бүкіл адамға. Енді міне ашып көреміз. Маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Міне, іші өте дәмді. Жасап көріңіздер. Келесі кездескенше достар.